Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен құлпынайды морозкада қатыру технологиясымен бөлісетін боламын. Бұл технологиямен сіздер құлпынайдың витаминдерін сақтап және қатты суы шығып езіліп кетуден сақтайтын боласыздар. Дәл осылай морозкада қатырып компот жасауға немесе пирогтарға қолдана аласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, төменде пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен құлпынайларымызды тазалап жуып аламыз. Біздің ыдысымыз осындай пластмасса ыдыс болуы керек. Ал темір ыдыс болатын болса, біздің құлпынайлар тез шіриді. Осылай барлығын жуып алған соң түбін алып, осылай барлығын кептіріп шығамыз. Қағазбен кептірсеңіздер тіпті жақсы. Осылай пластмасса ыдысқа темір болмауы керек. Үстіне пищевой пленкамен орап, әбден кепкен құлпынайларымызды сахарный пудраға аунатып, осылай қойып шығамыз. Арасын кішкене алшақтау жасаймыз. Осылай бір-біріне жабысып қалмауы керек. Ал енді мұздатқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа қалдырамыз. Біздің құлпынайлар әбден қатқан болуы керек. Өзіңізге ыңғайлы пакетке немесе осылай одноразовый ыдыстарға салып, морозилкада тіпті 1 жылға дейін сақтай аласыздар. Осылай жасап қойсаңыздар, торттардың начинкаларына, пирогтарға қолдана аласыздар, компотқа. Сіздерге пайдалы болып жатса, достарыңызбен бөлісіп, төменге пікір, лайк басып кету.